Әкелетін әкелдім, қасымда бәрі жақсы. Енді қарайтын адам керек болып отыр. Өзім бір тәтемен сөйлескен едім. Ол кісі қазір срочно бір басқа жұмыстар шығып қалды. Сол үшін қарайтын нянька керек болып жатыр. Бір үлкенірек кісі болса дұрыс болатын еді. И бізбен бірге, қасымызда бірге тұратын, осы үйде проживание осында болады, тамақ бәрі осы бізден болады. Сен тек қана енді балалар да өсіп қалған ғой, қазір өзімен өздері деген сияқты болған, бір особо нянчить ететіндей, памперстан ауыстыратындай бала емес. Просто бас-көз болып, мен жоқ кезде қарап отыратын адам керек, менімен бірге тұратын деген сияқты, арасында тамақ істеп тұратын. Сол үшін сондай кісілер болса жазсаңыздар, күтем, личкаға жазыңыз. Şimdi biz сол Magnum'da жүрміз, анау екеуісін жықты. Сал енді маған. Асылған салсай. Бақтыра саған ес, дұрыстап салмайсың ба? Бай, әдемелеп. Салдың ба? Кеттік ал. Итересің ба, сен маған сүр итерші? Итерсің ба? Ұста. Жүр. Өзі менің көмекшім ғой өзі. Қойшы, ойыншық алдымдар ғой, бұлар ойыншыққа тойып кетсің. Топ? Мама, аза ойыншық бар ғой. Енді бәрін ауылда қалдырып кеттіңдер ойыншықтарын бәрін. Кеттіңдер өтеміз. Шығарыңдар енді анайға бәрін қойып. Асылхан сен де қой, я, екеуін бірге қойыңдар. Давайте жұмыс істеңдер. Жұмыс па? Бұл да жұмыс қой енді. Осы да жұмыс бар. Ал жарайды, мен де көмектесейін тезсіз. Сендердің жұмыстарын енді. Мен жұмысым, сендердің жұмыстарын деген сияқты. Қабақты шытпай шығар. Үйде дым жоқ па? Үйде дым жоқ қой енді, осының бәрі сол үшін. Ой, кешіш қой. Ары қарай қой. Молодец. Давай, Асылхан. Я мен сүйікті нәрсем. Білесің, мен сүйікті нәрсем не екен? Все, давайте, қойыңдар. Айда. Деген сияқты, короче. Ойшым алып кеттік айгөліңді. Қалайсыздар жалпы? Жақсы. Көп болды енді, көрсін. Кішкене звездовать етпеттіңіздер ғой. Тәкаппарланып кеттіңіздер ғой. Атақты болып там, не знаю, подписчигіңіз 200 мыңға жетіп. Таппай қалдық осы что-то. То Тарас, то сям бұл. В общем, бір жерге бара жатырмыз енді. Мен өзім пайдаланып айтпайды айтсын. Айтпайсың ғой. В общем, бір жаққа шықтық деген сияқты. Короче, күтіңіздер. Ұйқы қанбаған, но ничего страшного. Көреген Осының сөзінің қысқасы кішкене медеу келдік, кішкене лестницамен жоғары қарай жүрек десек кішкене шаршап тұр екен сөздің ашығы, иә? Қош. А бізге примерно ана жаққа бару керек болып тұр ғой, жоғары жаққа. Поэтому басқа жол бар шығар. Оңай жол дейсің ғой, иә? Оңай жол керек болып тұр. Онда кеттік онда. Маған да сол керек болып тұр деген сияқты. Таксимен кетейік онда дальше. Айтамын да қасым, тура өмірдегі деген мысалы, ақшаң болса, тезірек машинамен жетесің да, ақшаң жоқ болса, жаяу өйердесің, короче, жоғары қарай. Может, енді олар сол өздеріне жаяу жүргенде айтып Негіз деп жатырмын өзім. Примерно қойшы дейсіз ай. Жарайды. Молодец. Осылай келесің. Бұл кісімен бәрімен келісе беру керек еді, өре, сөйтіп айтасыз. Келіспей онда. Ойбай. Екеуміз қарап, көсектеп тұрып. 전부 왼손이로. 왼손. Бak, айта аласың ба? Прям қастарына барасың да, сөйтіп айта аласың ба? Не деп? Сол жаңа айтқан сөзіңді. Бар, давай. Шақырып Босай. Камсамида деп. Иә, қасына барып айтсай, босай. Давай, раз. Айтпайды. 2, 3. Неге? Сен айтсам, мен сен сөйлеймін. Әкел. Мен баяқ айта саламын. Камсамида. Камсамида. Ұйықтап кеттік па деп, нормально. Че там? Жоғалтып алмадыңыздар ма? Мен ертең алла бұйыртса ауылыма қайтамын. Сондықтан өз қолыммен балаларыма мал істеп беріп кетейін деп жатырмын. Ізбасар өзі үйде жүргенде кішкентайынан мантыны жақсы көреді. Мен балаларым бәрі мантыны жақсы көреді. Сондықтан үйренген.
өз қолыммен мант істеп беріп кетейін деп жатырмын. Сол. Ал, бәрімізге ас болсын. Болды. Нешеде? Сондай мама кестең бәлем. Мантымыз мінекей енді бұйыртып жегізсін. Мінекей мантымыз қайырдым. Нәқті дастархан. Мынау чай. Өздерінің осы Египеттен алып келген шайлар екен сол. Давлениеға, бас ауырғанға давлениеға деп алып келді. Жөтелге дейді үшін емдік шай. Бауыр, мынаяқта менің балаларым отыр. Мынаяқта әшөнтайым отыр. Ас болсын. Ал, міне біздің асымыз енді алдымызға келді. Енді Алла бұйыртып жегізсін. Сіңімді болсын. Осы. Аңсар деген жігіт мантыны күтіп отырдар. Ал. Енді асымыз бәрімізге сіңімді болсын. Түн тыныштығын беріп, асымызды сіңдіріп, аман есен болайық. Барлықтарыңызға жалын сәлем. Мама сұрақтарына қашын жауап бересіз? Сұрақ қойды. Сұрақтарыма келіп жатса, сообщениені оқимын ғой. Келіп жатса, Мама қазір ашып беремін сізге. жауап беремін. Тамақтанып алайық, сіңіммен жауап беремін. Алла бұйыртса. Мама сізге сұрақ қойыпты, ене мен келіннің сыйластығы кімге байланысты деп. Жүзіңіз жылы жан екенсіз дейді еще. Рахмет. Енді ене мен келіннің ара қатынасының жақсы болуы. Маған білесіз, мама. Әрине, бұл жерде ене үлкен рөл атқарады. Ененің жаңа түскен келінге өз қызындай қарау керек, өз баласымен бірдей көру керек. Білмеген жерін үйретіп тәрбиелеу керек. Өзің жақсы болсаң, жаныңдағы адамның бәрі жақсы болады. Сондықтан ене келінге дұрыс қарау керек, өз қызындай қарау керек. Келініңе өз қызындай қарасаң, келінің саған өз анасындай қарайды. Әрине, өз қызыңдай қарасаң, өз анасындай қарайды ол. Қарамау мүмкін емес. Сондықтан ененің атқаратын рөлі бұл жерде үлкен. Сондықтан енелерге айтарым, келіндерге жақсы қарау керек. Екінші сұрақ, Әсел келініңіздің қай қырын ұнатасыз дейді, қырларын. Қырлары дейтінде енді барлық жағы ұнайды өзіме. Барлық ұнайды. Адамгершілігі, ақылдылығы, кішіпейілділігі. Баламды жақсы көретіндігі деңізші ма? Әрине, біріншісі, әрине, мен баламды жақсы көрген адамды мен неге жақсы көрмеуім керек. Маған ең бастысы сол. Менің баламды жақсы көрсем, мен оны жақсы көруім керек. Енді бұл сұрақ емес, айтып отыр сізге, келініңіз бен енеңіз бір-біріңізге ұқсайды екенсіздер дейді. В общем, мені сізге ұқсатып жатыр қатты. Не айтасыз? Не айтамын енді? Келін ененің топырағынан деген рас па? Әрине рас. Ол қазақтың нақыл сөзінің бәрі өмірден алынған, ол рас нәрсе, оған мен сенемін. Әрине, жақсы келін қайын ененің топырағынан болады. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Алла түн тыныштығын берсін. Аман есен болайық, денсаулықта болайық, ауырмайық, бастысы денсаулық. Арасында өстіп сториске шықты. Арасында өстіп енді Әселдің инстаграмын жүргізіп тұрармын. Мама бәріне ұнап отыр сіздің жүргеніңіз. Арасында келіп тұрған кезде әрине. Құдай қаласа, баста Көріскенше күн жақсы болсын, аман болыңыздар.